Жақсы оқушылар, бүгін біздер 6-шы нұсқаның 22-ші сұрағына да келіп жеттік. Олай болса кеттік. Рубидидің атомдық массасы 85-те 468 Дальтон. Табиғатта рубидидің 85 атомдық массасы және 87 атомдық массасы изотоптар кездеседі. Рубидидің жеңіл изотопы оның ауыр изотопынан неше есе? Рубидидің жеңіл изотопы оның ауыр изотопынан неше есе көп дейді. Олай болса, бұл сұрақтың жауабын табу үшін жалпы сіздерге бір нәрсе айтып берейін. Мысалы хлорды алатын болсақ, оның атомдық массасын 35-те 5 деп аламыз да. Салыстырмалы орташа атомдық массасын. Енді ол қайдан шықты деген сұрақ болады ғой. Ол дегеніміз хлордың 2 изотопы бар ғой. Хлордың 2 изотопы бар, 35 деген бар изотопы бар, сосын хлордың 37 деген изотопы бар. Атомдық массасы. Енді қараңыздар, мысалы 35 деген табиғатта 70% еседі деп алайық. Мысалға айтып жатырмын, примерно осындай бар. Одан кейін хлордікін мысалы 30% деп аламыз ғой, енді 2 изотопы болса. Яғни 35-те 5 қайдан шықты десеңіздер, оқушылар, 35-ті бірінші изотопының қанша процент еседі табиғатта? Соған көбейтемізді 100%-ға бөлеміз. Мысалы қараңыздар, 35 көбейту 70 бөлемін 100 қосылған 37 көбейтілген 30 бөлемін 100. Енді қараңыз, осыны екеуінен шыққан санды қосқан кезде барып 35-те 5 деген орташа атомдық массасы шыққан хлордың. Проценттер нақты болмауы мүмкін, мен пример жазып отырмын да. Енді дәл осы методпен біздер мына есепті шығарамыз. Мына есепте біздерге 35-те 5 деген санды почти беріп қойғанда 85-те 468 деп. Енді саған неше процентте kesетінін тап деп отыр. Ол жалпы формуласы бізде былай болып тұр ғой, енді қараңыздар. AR1 көбейтілген омега 1. Бұл жерде сіздер 100%-ға бөлмейтін болсаңыздар, сразу процентті санға айналдырып алу керек, яғни 100%-ға бөліп. Қосамын, AR2 көбейтілген омега 2. Сол кезде AR орташа шығады біз. Жалпы формула осы. Енді сенде AR1 бар, ол 85. Орнына қойын. 85 көбейту. Енді омегаң белгісіз, ол сенде x кетен. Көбейтем x деймді. Қосам AR2 сенде бар, ол нешеге тең? Ол бізде 87-ге тең. 87-ге тең. Көбейтемін омега жаңағыдай. Омега 2 дегенің сен енді қараңыздар. Общий 100% зат болады жалпы бізде. Мысалы, мынау белгілі болса да, мынау сенде 100 минус x болады ғой. Түсінесіздер ма? Екіншісін уже 100 минус x деп ала беруге болады. Бірақ бұл жерде біздер процентті санға айналдырып алғандықтан көбейтем мына жаққа 1 минус x деп жазамын. Бұл қалған проценті деген сөз. Ол менде тең 85-те 468-ге. Мына жерден екеуін көбейтсем менде 85x шығады, қосамын. Жерде 87 шығады, сосын минус 87x шығады. Енді сандарды бір жаққа жинайым, x-тарды бір жаққа жинайым. Мына жақтан 85x, 87x, минус 87x-тен шығады, минус 2x шығады. Мына жаққа шыққан кезде минустан бұғанмен шығады да, минус 87-ден аламын 85-те 468-ді. Бұл кезде менде 1-де 532 деген сан шығады, минус. Минус-минусқа бөлгенде сірә соңында плюс сан шығады ғой. Значит, x-ім менде бөлемін 2-ге, 0-де 766 шығады. Бұл менде получается 76-да 6% деген сөз. Түсінесіздер ма? Мен x-ті 85-ті қылып алдым ғой. Түсінесіздер ма? Ол 76-да 6% kesетін болып тұр, значит, ал мына изотопы менде оны азайтам 1-ден, сонда 0-де 234, яғни 23-те 4%-ін келесі изотопы көрсетеді деген сөз. Енді сұрақ береді. Рубидийдің жеңіл изотопы, жеңіл деп отқан 85 қой. Ауыр изотопы неше есе көп? Жеңіл изотопы менде көп болып тұр, сәйкесінше көріп отырсыздар ма? Значит, мен бетем 76-да 6-ны бөлемін 23-те
4-ке неше есе көп екен 1 үшін? 76-да 6-ны бөлемін 23-те 4-ке. Мен 3-те 27 деген жауап шығады екен. 3-те 27 есе көп екен. Яғни А жауабы.